Енді тозақтағы мынау уайыл деген ойпат туралы айтады пайғамбарымыз. Уайыл деген ойпат бар тозақта. Ойпат дегенде яғни сондай шұңқыр. Уәди деген шұңқыр. Абу Саид Аль-Худри радиаллаху анху риуаят етеді пайғамбарымыздан. Уайлун уадин фи джаханнам яхуи фихи л-кафир 40 харифан қабла ан яблуға қа'ра. Уайыл деген тозақтың бір шұңқыры дейді. Тозақтың бір шұңқыры. Кәпір ол шұңқырға түсем дегенше дейді, соңына кәпір адам дейді, ол шұңқырдың түбіне жетем дегенше 40 жыл жүреді дейді. 40 жыл. Али радиаллаху анху мына хадис риуаят етеді, екінші бір тозақтың шұңқыры жөнінде, хазн деген шұңқыры. Тауазу биллахи мин джуббил хазн ау вадил хазн. Алла тағаладан тозақтағы хазн деген шұңқырға түсуден сақтаныңдар. Алла тағаладан сақтауды сұраңдар дейді. Қила я Расулаллах, ва ма джуббул хазн ау вадил хазн. Джуббул хазн, вадил хазн деген, ол хазн деген шұңқыр, ол қандай шұңқыр деп сахабалар сұрады. Сол уақытта пайғамбарымыз айтады, кешіріңіздер. Вадин фи джаханнам татауазу минху джаханнаму кулла яумин 70 марра а'аддаху Аллаху лил қурраил мураин. Ол тозақтағы сондай шұңқыр дейді. Бірақ тозақтың өзі ол шұңқырдан Алла тағаланың сақтауын күніне 70 мәрте сұрайды дейді. Тозақтың өзі ол шұңқырдан Аллаға сыйынады. Ол шұңқырда Алла тағала кімдерге? Рия жасайтын қариларға дайындап қойған дейді. Білесіздер хадисте. Ең бірінші тозаққа кіретінде қари, ең бірінші тозаққа кіретінде шахид, ең бірінші тозаққа кіретінде ғалым. Ғалым адам. Неге қари? Себебі ол Алла тағаланың разылығы үшін Құранды жаттамаған. Алла тағаланың разылығы үшін Алланың сөзін оқымаған. Ол адамдар мені керемет қари деп айтсын. Адамдар менің даусымды керемет деп айтсын. Адамдар мені сондай бір Құранды керемет оқиды екен ғой деп сондай мақтасын деген ниетпен оққан қари. Сол қариларға Алла тағаланың неғып қойған, арнайы жаратып қойған шұңқыры. Екінші шахид. Ол Алла тағаланың разылығы үшін Алланың жолында күрескен шахид емес. Ол адамдар мені сондай батыр деп айтсын деп күрескен шахид. Одан кейін ғалым. Ол ғылымды үйренгенде Алланың разылығы үшін мен адамдарға осы ғылымды үйретіп, адамдардың жәннатқа кіріп тозақтан сақтануына себепші болайын деп ғылымды үйренген. Сөйтіп адамдардың барлығын осындай тура жолға шақырайын деп ғылымды үйренген ғалым емес. Адамдар мені ғалым деп айтсын. Сөйтіп басқалармен, надандармен, басқа менен ғылымы, білімі төмен адамдармен мен пікір таласқан уақытта мен әрдайым жоғары тұрайын. Солардан төмен болып қалмайын деген ниетпен оқыған, сондай ниетпен үйренген ғалым. Имам ат-Тирмизи риуаят етеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадисте Утба бин Ғазван деген сахаба риуаят етеді, радиаллаху анху. إن صخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. Бұл тозақтың қаншалықты терең екендігіне пайғамбарымыз неғып жатыр? Сипаттап беріп жатыр. Қаншалықты терең екендігін тозақтың. Үлкен жартас дейді. Тозаққа неғалады? Тасталады дейді. Тозақтың жиегіне әкеліп тасталған уақытта сол тозақтың түбіне жеткенше жетпейді да дейді. 70 жыл бойына неғалады дейді, жүреді дейді сол. Тозақтың түбіне жеткенше 70 жыл өтеді дейді. Онда да жетпейді дейді. Сосын Абу Хурайра радиаллаху анхудан тозақ туралы тағы бір хадис келеді. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال النبي أتدرون ما هذا؟ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге отырдық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге отырған еді, бір уақытта қатты дүрс еткен дауыс естідік дейді. Қатты сондай дауыс шықты дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны естіді. Сендер білдіңдер ме не екенін, дауыстың қайдан шығып жатқанын, қандай дауыс екенін білдіңдер ме деді. Сол уақытта құлна Аллаху ва расулуху а'лам. Алла және оның елшісі біледі.
Алла және оның елшісі білушірек деп айттық дейді. هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قارها. Хадисті имам Муслим неғылған риуаят еткен. Бұл Алла тағала 70 жыл бұрын тозаққа жіберген, тозаққа тастаған тас дейді. Тозаққа тасталуға бұйырған тас дейді. 70 жыл бұрын қазір түбіне барып түсті дейді. Сол тозаққа түскен уақытта тас неғылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және сахабалар естіген. Әрине бұл жерде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламның неғып отқан, көрсетіп отқан, беріп отқан мұғжизасы. Тозаққа түскен тастың дауысын естіп отыр. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатта Хазіреті Билалдің жүрген аяқтарының, аяқ киімінің дауысын естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Билал радиаллаху анхудан пайғамбарымыз сұрайды ғой: "Я Билал, сенің осындай жәннатта аяқ киімдеріңнің дауысын естіттім, сен не істейтін едің?" дейді. Сонда Хазіреті Билал не дейді? "Я Расулалла, мен артық еш нәрсе істемеймін" дейді. "Бірақ менің бір артық істейтін нәрсем" дейді, әрбір дәрет алғаннан кейін, не қыламын дейді, дәреттен кейін 2 рәкат намаз оқимын дейді. Дәретті ала салсын 2 рәкат намаз оқимын дейді. Сол ғана дейді. Мен бірақ басқалардың ол ерекшелікті көрмеймін дейді. Сол шығар дейді. Пайғамбарымыз міне осымен Алла тағала сенің аяқ киіміңнің дауысын жәннаттан естіртіп отыр маған дейді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға неғылатын берілетін ерекше мұғжизалардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берілетін кереметтердің бірі.